Үйіңізде кір сабын бар ма? Қазір көпшілігіміз оны бұрынғыдай жиі қолданбаймыз. Дүкенге барсаңыз түрлі түсті, хош иісті сабындар самсап тұр. Солардың арасында ескі қоңыр кір сабыны ұмытылып бара жатқандай көрінеді. Бірақ қызығы, осы қарапайым ғана сабын көптеген үйде әлі күнге дейін сақталып келеді. Не себепті деп ойлайсыздар? Өйткені үлкен кісілердің көбі кір сабынның пайдасы көп деп айтып жатады. Біреулер оны қол жууға пайдаланады, енді біреулер дақ кетіреді, ал әлеуметтік желіге кірсеңіз, тіпті кез келген ауруға ем деген сияқты ақпараттарды да кездестіруге болады. Бірақ осының бәрі рас па? Бүгін біз кір сабын туралы шындықты бірге талқылаймыз. Оның қандай пайдасы бар, қай кезде қолданған дұрыс, ал қандай жағдайда одан сақ болған жөн, бәрін қарапайым тілмен айтып беремін. Неліктен дәл 72%? Кір сабынды қолыңызға алып қарасаңыз, бетінде көбіне 72% деген сан жазылып тұрады. Көп адам бұл нені білдіретінін білмейді. Кейбіреулер оны тазалығының көрсеткіші деп ойлайды. Шын мәнінде бұл сан сабынның құрамындағы май қышқылдарының мөлшерін көрсетеді. Қарапайым тілмен айтсақ, дәл осы май қышқылдары сабынның жақсы көбіктенуіне және кірді кетіруіне көмектеседі. Сол себепті бұрынғы адамдар қиын кететін дақтарды ең алдымен кір сабынмен ысқылап алатын болған. Тағы бір ерекшелігі, мұндай сабынның құрамында түрлі бояғыштар мен күшті хош иістендіргіштер көп кездесе бермейді. Сондықтан кейбір адамдар оны қарапайым құрамы үшін жақсы көреді. Кір сабын микробтарды өлтіреді ме деген сұрақ туындайды. Кір сабын барлық микробты өлтіреді деген сөзді естіген шығарсыз, бірақ бұл толықтай дұрыс емес. Негізі сабынның басты міндеті микробтарды өлтіру емес, ол қолдағы немесе терідегі кірді, майды және солармен бірге жабысып тұрған микробтарды жуып кетіруге көмектеседі. Сондықтан қолды сабынмен дұрыс жуу көптеген жұқпалы аурулардың алдын алудың ең қарапайым тәсілдерінің бірі. Бірақ кір сабынын антисептикпен шатастыруға болмайды. Егер жараны өңдеу немесе инфекциядан қорғау қажет болса, оған арнайы медициналық құралдар қолданылады. Яғни кір сабын жақсы тазартқыш, бірақ оны емдік дәрі деп қабылдау дұрыс емес. Кір сабын теріңізге қалай әсер етеді? Кейбір адамдар кір сабынмен күнде бетін жуады, теріні жақсы тазартады деп ойлайды. Ол шынымен майды жақсы кетіреді, бірақ дәл осы қасиеті кейде зиянын да тигізуі мүмкін. Өйткені теріміздің өзіне қажет табиғи қорғаныш қабаты болады, ал кір сабын оны да жуып тастауы мүмкін. Содан кейін тері тартылып құрғай бастайды. Кейбір адамдарда қышу, қызару немесе қабыршықтану байқалады. Әсіресе терісі құрғақ немесе сезімтал адамдар бұған ерекше назар аударғаны дұрыс. Егер қолыңыз майланып немесе қатты ластанып кетсе, кір сабынды қолдануға болады. Ал күнделікті бет күтімі үшін арнайы жұмсақ тазартқыш құралдар әлдеқайда қолайлы. Неге көп үйде әлі күнге дейін кір сабын сақталады? Қызығы, қанша жаңа құрал шықса да, көптеген адамдар кір сабынын тастамайды, өйткені ол кейбір жағдайда шынымен жақсы көмекші. Мысалы, киімдегі майлы дақты алдын ала ысқылап қоюға болады. Бақшада немесе көлік жөндегеннен кейін қолға сіңіп қалған кірді де жақсы жуады. Кейбір адамдар ас үйдегі майлы беттерді тазалауға пайдаланады. Ең бастысы, бағасы арзан, ұзаққа жетеді және қолданылуы өте оңай. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз, кір сабын ең алдымен тұрмыстық тазалыққа арналған құрал. Оны барлық ауруға ем немесе кез келген косметикалық құралдардың орнына қолдануға болмайды. Тағы да бір сұрақ, кір сабынмен шашты жууға бола ма? Бұрын бәріміз шашымызды кір сабынмен жуғамыз деген сөзді үлкен кісілерден жиі естиміз. Шынында да ол кезде қазіргідей су сабындар болмаған, сондықтан адамдар қолында барын пайдаланған. Бірақ бұл бүгінде солай жасау керек дегенді білдірмейді. Кір сабынның құрамындағы сілті шаштың табиғи майын жақсы кетіреді, ал сол табиғи май шашты құрғап кетуден қорғайды. Егер шашты кір сабынмен жиі жусаңыз, біраз уақыттан кейін шаштың жылтырлығы азайып, сынғыш болып кетуі мүмкін. Кейбір адамдардың бас терісі де құрғап, қыши бастайды. Сондықтан мамандар оны шаш күтіміне арналған құрал ретінде ұсынбайды. Әрине, бір рет жуып көргеннен ештеңе болмауы мүмкін, бірақ күнделікті қолдануға лайық емес. Шаштың әр түріне арналған су сабындар әлдеқайда қауіпсіз әрі тиімді.
безеуді кетіреді деген рас па? Әлеуметтік желілерде безеуге кір сабынды жағыңыз, бәрі кетеді деген кеңесті көрген шығарсыз. Бірақ мұндай кеңес барлық адамға бірдей жарамайды. Кір сабын терідегі артық майды кетіреді, бірақ сонымен бірге теріні құрғатып жібереді. Тері құрғаған сайын ағза оны қорғау үшін қайтадан май бөле бастайды. Кейбір адамдарда осының салдарынан безеу тіпті көбейіп кетуі мүмкін. Егер бетіңізде анда-санда ғана 1-2 безеу шықса, ол бір басқа. Ал безеу ұзақ уақыт кетпей жүрсе, немесе көбейіп бара жатса, оның себебін анықтаған дұрыс. Кейде ол гормондық өзгерістермен немесе басқа да тері мәселелерімен байланысты болуы мүмкін. Сондықтан кір сабынының безеуге қарсы негізгі ем деп қарамаған жөн. Кір сабынды әр адамның терісі әртүрлі қабылдайды. Әсіресе терісі құрғақ адамдарға, аллергиясы бар адамдарға және экзема немесе атопиялық дерматит сияқты тері аурулары бар адамдарға сақ болу керек. Кішкентай балалардың терісі де өте нәзік келеді. Егер кір сабынды қолданғаннан кейін теріңіз күйіп, денсаулыққа қатысты мәселеде біреуге көмектесті екен, маған да көмектеседі деген ой әрқашан дұрыс бола бермейді. Денсаулыққа қатысты ұсақ нәрсенің өзі үлкен әсер етуі мүмкін. Ал сіздің үйіңізде кір сабын бар ма? Оны көбіне қандай мақсатта қолданасыз? Астына комментарийға жаза кетіңіз. Басқа да көрермендерге қызық болады. Егер бүгінгі бейнеден жаңа ақпарат білсеңіз, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Алда күнделікті өмірде қолданылатын қарапайым заттар туралы және де денсаулыққа қажетті ақпараттар туралы бөлісетін боламыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.